Құрметті әріптестер, құрметті әлеуметтік желінің қолданушылары, биыл Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі ұлы ақынымыз, қазақтың біртуар азаматы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығын тойлау туралы шешім қабылдаған болатын. Жамбыл Жабаевты білмейтін қазақ кемде-кем. Ол 19-20 ғасырлардың тарихи оқиғаларына куә болып, оларды өз жырларымен әйгіледі, өз жырларымен бізге жеткізді. Біз Жамбыл атамыздың Құлманбет пен айтысын оқып өскен ұрпақпыз. Құлманбет айтыстың кезінде өз руының сойылын соғып, өз руын мақтаған кезеңде Жамбыл атамыз елдің бірлігі, тұтастығының қымбаттығын алға тартып, жеңіске жеткен болатын. Біз Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығы әріптестеріміздің қолдаған челленджін жалғастыру мақсатында Жамбыл атамыздың артықша туған азамат атты өлеңін оқуды бастадық. Жігіттіктің кезінде жігерлі болса ер болар, тұрмаса жігіт сөзінде нәсілі оның кем болар, қажырлы болса майданда халыққа сөзі ем болар, ел үшін туған ерлердің алды арты дәрия кең болар. Рахмет. Бірлігі кетсе ағайын, әркімдерге жем болар. Білімсіз болса жолдасың, қылған қайырың сел болар. Артықша туған азамат, халыққа үлкен бел болар. Сеп адамды байлайды, ер жігіт септен таймайды. Өршеленген кезеңде өлімді кім өледі? Жігері болса жігітін орындамай қоймайды. Атқан оқтан қайтпайтын, өтірік сөз айтпайтын, кезенді жерде кез болса қорқып тізгін тартпайтын. Батыр қараш саурық, шапырашты өтеген, батырлардың еңбегі таныс маған ертеден.